Ана тілі терминінің авторы кім деп ойлайсыздар? Әрине, Ахмет Байтұрсынұлы. Ол қазақ балаларының ана тілінде сауатын ашып, қазақ тілінде оқуын жалғастыруға күш жұмсаған ұлт ұстазы. Әліппе мен тұңғыш ана тілі оқулықтарын ғылыми айналымға түсірген ғалым. Ахмет Байтұрсынұлы қазақша әліппе түзіп, яғни араб әліпбиінің негізінде ұлттық әліппеге реформа жасап, өзгеріс енгізіп, лингвистика терминдерін алғашқы болып қалыптастырды. Қазақ тіл білімінің негізгі салаларының, дыбыс жүйесінің, сөз жүйесінің, сөйлем жүйесінің ғылыми негізін салып берушілердің бірі және бірегейі. Осы күнгі қолданып жүрген зат есім, сын есім, етістік, есімдік, одағай, үстеу, шылау, бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, сөйлем, қаратпа сөз, қыстырма сөз, леп белгісі, сұрау белгісі, тағы да басқа сан алуан лингвистикалық ғылыми пән сөздердің баршасын Ахмет Байтұрсынұлы қалыптастырды. Оф туралы қазаққа сырттай телінген тәуелді жұрнақтың қажетсіз екенін, оның орнына ұлы, қызы деп жазу керектігін сол кездің өзінде дәлелдеген. Біз бүгін үйреніп кеткен офтың қазақ баласына атасы, әкесі тегін ұмыттыру үшін қасақана жасалғанын түсінсек те, әлі де өз тегімізді осылай жазуда баяулық бар. Ахмет Байтұрсынұлы тіл бірліктерін қолданудың да қазақ танымына сай төте жолдарын айтады. Мәселен, қанша, неше, сұрау есімдіктерінің қай жағдайда қолданылатынын, 20 сөзінің реттік нұсқасы 20-шы емес, 20-шы екенін дәлелдеп көрсетуі оның нағыз тіл тамыршысы екенін дәйектейді.